Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай керемет тюльпан самсаның рецептімен бөлісемін. Дастарханға қоюға өте әдемі, міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны қарамас бұрын менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Әрбір жаңа шыққан рецептке сізге хабарлама барып тұрады. 100% сізге ұнайтынына сенімдімін. Ең алдымен бізге самсаның қамырын дайындаймыз. Ол үшін ыдысымызға ұнымызды салып, және морозильниктен шыққан өте қатты сары майымызды немесе маргаринімізді осылай ұнға ауната отыра үккіштің көзінен өткізіп аламыз. Міндетті түрде маргариніңіз өте қатты салқын болу қажет. Егер жұмсақ болса, сізде үккіштен өтпеуі мүмкін. Әрбір өткізген сайын астынан түскен маргариндерді ұнға осылай аунатып отырамыз. Яғни бір-біріне жабысып қалмауы қажет. Міндетті түрде маргариніңіз 82 немесе 72% болуы қажет. Барлығын екі қолмен осылай үгітіп, крошка жасайтын боламыз. Мінекей мен барлығын жақсылап жасап алдым. Ендігі кезекте қамырымызды илейтін қоймалжың масса дайындаймыз. Ол үшін қаймағымызға бір ыдысымызды алып, 6%-ық алмалы уксусты бір шай қасық қосатын боламыз. Бір шай қасықтан артық қоспайсыздар, және де үстіне ас содасын жарты шай қасық қосып, дәл осы уксустың үстіне қосып, бірге реакция жүргізетін боламыз. Жақсылап араластырып алғаннан кейін сол сұйықтықты қаймақтың үстіне құямыз. Бір шай қасық тұзымызды саламыз, және де бір жұмыртқаның сарысын саламыз. Ең соңында вилканың көмегімен жақсылап біркелкі масса болғанша араластырамыз. Бұл тестіні жасаудың ешқандай қиындығы жоқ. Біркелкі қылып араластырып аламыз да, ұнымыздың ортасын ашып, дәл осы қоймалжың массамен қамыр илейтін боламыз. Ешқандай сұйықтық қосудың немесе сүт, су қосудың қажеті жоқ. Дәл осы массамен илейміз. Міндетті түрде тез-тез қимылдауымыз қажет, өйткені біздің майымыз еріп кетуі мүмкін. Ең алдымен біздің ұнымыз бен массамызды бір-біріне біріктіріп аламыз, дәл осы видеодағыдай. Сонан кейін қолымызбен қаттырақ қысып қамыр жасайтын боламыз. Ыдысымыздағы бүкіл ұнның барлығын осылай жиегінен алып отырып, қолымызбен жақсылап қамыр илейтін боламыз. Целлофанға салып, холодильникке жарты сағатқа қалдырамыз. Енді самсамыздың начинкасын дайындаймыз. Ол үшін алдын ала тартылған етке майдалап, яғни ұсақтап туралған пиязымызды қосамыз. Мен мына жерде 2 пияз қостым. Пиязымызды тартылған еттің үстіне салып, үстіне бір картошкамызды 4 бұрышты етіп турап, оны да қосатын боламыз. Дәміне қарай тұзымызды қосамыз, және де сізде кішкене паприка болатын болса, паприканы да қосуыңызға болады. Қара бұрышты міндетті түрде қосып, және де 2 ас қасық болатындай сұйық майымызды қосамыз. Сұйық майдың орнына 50 грамм немесе 100 грамм құйрық майды қоссаңыздар да болады. Ең соңында қолымызбен жақсылап араластырамыз, біркелкі барлығы араласқанша. Осымен біздің салмамыз дайын. Жарты сағатымыз өткеннен кейін қамырымызды тоңазытқыштан алып, қолымызбен жақсылап бірлеп илеп жібереміз. Арасында ешқандай түйіршіктер қалмау керек. Қолымызбен қысып-қысып, теңде 2 бөлікке бөлеміз. Бір бөлігін пакетімізге салып, қайтадан тоңазытқышқа қойып қоямыз. Қалған екінші бөлігімізді видеода көрсетілгендей қолымызбен ұзынша қамыр жасап аламыз. Да кішкене бөліктерге бөліп шығамыз. Мен мына жерде өзімнің көз мөлшеріммен бөліп шықтым. Сіздер граммовкаға салсаңыздар да болады. Барлығы бір формада әдемі самса шығу үшін барлығын бірдей қылып бөліңіз. Әрбір бөлген бөлшегімізді осындай кішкентай ғана күлше жасап, ұн себе отыра оқтаумен жайып шығамыз. Кішкене ғана қамырымызды оқтаумен жайған кезде ортасын емес, жиегін басуды ұмытпаңыздар. Пышақтың көмегімен дәл осылай ортасынан төмен қарай кесіп, салмасын салатын боламыз. Әрі қарай мұқият қараңыз, самсаңызды осылай салғаннан кейін айналдырып қамырымызды орап шығамыз. Салманы қатты көп салмаңыздар, осылай түйілетіндей болып тұруы қажет. Түбін осылай нығыздап түйіп шығамыз, ашылып кетпейтіндей. Барлығын дәл осылай жасап шығамыз. Өте оңай, ешқандай да қиындығы жоқ. Ең бірінші, екінші самсада шықпауы мүмкін, бірақ ол үшін көңіл күйіңізді түсірмеңіз. Осылай жасай келе, сізден әдемі самсалар шығатын болады. Барлығын бірдей қылып жасап алғаннан кейін пергамент қағазымыздың үстіне орналастырамыз. Ешқандай да астына май жақпайсыздар. Ең бастысы арасын алшақ қылтып орналастырыңыздар.
Дәл осы видеоның астына толық описание бөліміне толық рецептін қалдыратын боламын, сол жерден қарай алсаңыздар болады. Самсаларымыз қызарып әдемі пісу үшін бір жұмыртқаны осылай бетіне жағып шығатын боламыз. Дәл осы кезде пешіңізді алдын ала 180 градуста қыздырып қойыңыз, және де жұмыртқаны жаққаннан кейін бірден осылай жан-жағына күнжіт себуді ұмытпаңыздар. 180 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Мінекей біздің самсаларымыз пісті. Қараңыздар, қызарып, өзінің формасын сақтап, әдемі болып піседі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ыстықта жесеңіздер, өте дәмді болып шығады. Сіздерге менің рецептім ұнады деген сенімдемін. Мына жерде сізге қазір ортасының қалай болатынын көрсетемін. Қараңыздар, қамыры сондай қытырлап, үгітіліп шығады. Ортасы толықтай піседі. Егер де менің видеом ұнаса, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.